Сәлем, досым. Туған күніңмен. Вау, бұл не болды екен? Ашып көрейікші. Конверт, ішінде Бонжур Парис. Вау, менің ұнататын Эйфель мұнарасы. Ішінде не бар екен? Вау, Эйфель мұнарасының мүсіні. Триді. Қандай керемет. Триді открытка жасап үйренетін боламыз. Бірақ бүгінгі біздің тақырыбымызда Париж қаласындағы Эйфель мұнарасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізде арнайы дайындалған, арнайы шығарылған осындай қағаз принтерден шығарылған түрлі түсті суреттер бар. Қазір соларды қиып біріктіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, қазір біз мына схема бойынша құрастыратын боламыз. Бізде екі схема бар. Біріншісінде біз мына қиылған Эйфель мұнарасының бөлшектерін құрастыратын боламыз. Мында суретте көрсетілгендей. Және бізде Париж қаласының көрінісі ретінде берілген осындай бет бар. Соған біз жабыстырамыз. Және содан кейін бұл открытканың ішін мынадай сыртқы бетпен былайша қаптайтын боламыз. Сол кезде бізде мынау открытканың іші, мынау сырты пайда болады. Және бізде екінші схемада мынадай конверт дайындауымыз керек. Конверт үшін бізде мынадай конверттің бірінші беті және мынадай артқы беті берілген. Біз дайын болған мынадай открыткамызды ортасынан бүктеп конвертке саламыз. Және бізде тілек мында суретте көрсетілгендегідей тілек жазуға арналған кішкентай қағаз бар. Олай болса кеттік, біз ісімізді бастаймыз. Бізге ең алдымен открытканың ішкі бетін және сыртқы бетін ортасынан бүктеп алуымыз керек. Мында сызығы көрсетілген. Мында да тура солай. Осылайша бүктеп аламыз. Бұлайша қысамыз. Және екінші беттен тағы да бүктейміз, қайталаймыз. Валя, бізде открытканың іші пайда болды. Ал енді сыртқы бетін бүктейміз. Міне мынадай открытканың сырты және мынадай открытканың ішкі беті пайда болды. Ендігі кезек бізде мынадай Эйфель мұнарасының бөлшектері бар. Бірінші, екінші және мынадай артқы беттері бар. Біз мынадай Эйфель мұнарасының бүтін қиындысына мынадай жарты қиындысын артына клейлейміз. Ол үшін бізге қағаз клей қажет, ал менде қазір мынадай клей бар. Бұл сұйық клей болғандықтан бізде Эйфель мұнарасының екі беті де дайын болды. Енді бұларды бір-біріне былай біріктіреміз. Бұл үшін де тағы желім жағатын боламыз. Өте мұқият барлық жағына жағуға тырысамыз. Міне біз желімімізді, клейімізді жағып алдық. Ендігі жерде екінші бетін жабыстырамыз.
Вуаля. Осылайша вуаля, бізде Эйфель мұнарасы дайын. Вау, қандай әдемі. Қазір мұндағы Париждің фонында өте әдемі болып шығады. Ары қарай жалғастырамыз. Бізде Эйфель мұнарасы дайын болды. Енді бұл Эйфель мұнарасын открыткамыздың ішкі бетіне жабыстыруымыз қажет. Мен үшін ең бірінші қолайлы болып тұрғаны открытканың ішкі бетінен сыртқы бетін жабыстыру алу. Бізде открытка былайша ашылатын болады. Сондықтан мен былай жабыстырғанды жөн көріп тұрмын. Яғни, открыткамыз былай ашқан кезде Эйфель мұнарасы тік және Париж қаласындағы ғимараттардың суреттері тік көріну үшін, түзу тұру үшін мен осылай жабыстырғанды жөн көрдім. Қазір мен желімде бұларды жабыстырамын. Арада астында мынадай артық бөлшектер бар. Соны біз былай ішке қарай қайырамыз. Өйткені қазір біз оны мында жабыстыратын боламыз открыткаға. Не, былайша қайырамыз. Мына бетінде тура солай. Не, біз қайырып алдық. Енді бұны мына арнайы көрсетілген көк нүктелердің үстіне жабыстырамыз. Аппақ жерге осындай қызғылт түсті мына Эйфель мұнарасының табандарын жабыстырамыз. Мысалы, мен сіздерге оңай жолын көрсетемін. Мына Bonjour Paris дейтін жазу бар жерге мына бетін былай қаратып, қызғылт түстің үстіне дәл осылай клейлеуіміз қажет. Одан кейін былай жабыстырамыз. Сол кезде Эйфель мұнарасы былай өзінен өзі жабысып тұра қалады. Олай болса кеттік. Мәссаған. Бізге тағы да клей көмекке келеді. Қандай керемет. Сіздерге былай көрсетейін. Керемет. Үстінен қарағанда осылай көрінеді. Бұл кепсін. Кепкенше қоя тұрайық. Және бізді келесі жұмыс күтіп тұр. Келесі жұмыс деп отырғанымыз, бұның сыртында бізде открытканы салатын арнайы конверт бар. Соны дайындауымыз қажет. Ол үшін бізге арнайы мынадай конверттің сыртқы беті және мынадай келесі артқы беті дайындалған. Біз бұны қазір мына бірінші бөліктің барлық жағын бүктеп алуымыз қажет. Өйткені біз ол жерлерді қазір желімдейтін боламыз. Қазір біз мына екі жағын мында жабыстырамыз былайша. Одан кейін мына бетін былай жабыстырамыз. Сол кезде бізде конверт пайда болады. Дәл осы конвертті және дәл осындай 3D открытканың қалай жасалу жолын мен осы видеоның астына сілтемесін міндетті түрде көрсетемін. Сіздер дәл осындай конверттегі 3D открытканы жасай аласыздар. Өйткені мен сіздерге қазір астына ссылкасын саламын. Сол ссылка бойынша сіздер өздеріңізге PDF файлды жүктеп алып, өз принтерлеріңізден немесе арнайы мекемелерге барып, түрлі түсті бояумен дәл осындай 3D открыткаға арналған 5 парақты 5 бетті шығарып аласыздар.
немесе тіпті үйден ақ қара түсті етіп шығарып алып, оны түрлі түсті бояулармен, фломастермен, ручкамен және түрлі бояулармен бояуға болады. Біздің конвертіміз дайын болды. Өте әдемі. Конверттің сыртқы бетінде Эйфель мұнарасының бейнесі және есімін жазуға арналған жолақ бар. Ал келесі бетінде мынадай біздің ашуға, жабуға арналған бөлігі тұр. Мен өте қатты қуаныштымын. Біздің жұмысымыз осымен аяқталды. Мына конверттің ішіне қазір мұндағы 3D открыткамызды, дайын болған 3D открыткамызды саламыз. Мінекей, вуаля! Қандай керемет! Маған өте қатты ұнады. Мінекей. Сәлем, досым. Туған күніңмен. Вау, бұл не болды екен? Ашып көрейікші. Конверт ішінде Bonjour Paris. Вау, мен ұнататын Эйфель мұнарасы. Ішінде не бар екен? Вау, Эйфель мұнарасының мүсіні. 3D. Қандай керемет. Сау болыңыздар, достар. Видео ұнаса лайк басыңыз. Біздің каналымызға жазылыңыз. Фейди ТВ.